Ата, сіздің бала күніңізде жылқы бағу ісі қалай басталды? Жалпы бұл жылқыға деген қызығушылық, құштарлық бала кезімізден негізінде біздің үлкен ата-бабаларымыздан қалған қасиет. Содан жылқыға мына тазы итке деген құмарлық сол бізге дарып, сол осы күнге шейін айналысып келеміз. Біздің әулет неше жылдан бері жылқы өсірумен айналысып келеді? Біздің әулет неше жылдан бері қайдан білейін? Бала кезімнен бері білетінім үлкен аталарым, атамыз Мырзакерей деген атаң осы жылқы өсірумен, мал бордақылаумен айналысып, содан социалистік еңбек ері атағын алған. Оның бер жағындағы атаң Қадырбек сол әкесіне жәрдемші болып, солардың ізін жалғап, мен жылқы бақтым, мен де жылқышы болып кеттім. Менің баққанның өзіне 45 жыл болып келді. Жүйрік атқа қандай күтім жасау керек? Жүйрік атты біріншіден сылап, сипап, таза ұстап, үстін тазалап, мезгілімен жем шөбін беріп, жуындырып, танақтырып дайындау керек. Бәйге жаратқанда кезек-кезегіменен терін алып, аш терін, одан арам терін, одан кейін қамал терін алып барып бәйге қосасың. Жылқыны жаңағы жем шөбіне аса көңіл аудару керек. Уақытлы беріп, уақытлы суытып, дәрумен дәрін қосып беріп, мезгілімен суарып, жақсылап бару керек. Ата, бәйгеге қосқан аттардың жетістіктері бар ма? Иә, бар балам. Ертеректе қазіргідей қоғаман бәйгелер болмағанменен Айгөлек, Көктай деген аттарым ауыл арасының бәйгесін бермей бірінші, екінші орын жүлделерді алып жүрді. Оның бір жағында мына өзің баптап мініп үйретіп жүрген ханың арагідік әйтеуір ана жердің мына жердің бәйгесін алып көзге түсіп жүр. Әжетай, жылқымен айналысу отбасы өміріне қалай әсер етеді? Ой балам, жылқы деген қазақ халқының текті, қасиетті жануарларының бірі. Жылқы еңсең көлік, жесең ас, ішсең сусын, қымызының өзі өкпе ауруына пайдаланған. Жылқы бағып отырған шаңырақтың берекесі артып, арасы молаяды. Менің атбегілікпен айналысуыма сіздің көзқарасыңыз қалай? Баламның атбегілікпен жылқымен айналысқан ризамын, ата-бабамыздың жолын жалғастырып келе жатыр деймін. Бәйгеге қосқанда енді баласы атқа шапса, анасы тақылмаса дегендей қорқып отырамын. Бірақ ризамын баламның осы ісіне, тілеуін тілеп отырамын. Жүрген жеріңде бәйгелі болып, атың сүрінбей, өзің абыроймен, қуанышпен қайтуыңа тілектеспін.